Келесі сұраққа көшкім келеді. Келесі сұрақ реинкарнация тақырыбымен. Және Мырза Ғұлам Ахмет өзін Мұхаммед пайғамбардың қайта келуі, оның көлеңкесі ретінде санауы, және 1904 жылы ол өзін Кришнамын деп атағанына байланысты болмақ. Сонымен ол өзін Кришнамын деп атаған. Алайда қойылған сұрақта былай делінеді. Индуистік мифологияда Әзіреті Кришнаның қайта келетіні жайында және үндістердің сенімдері бойынша Кришнаның пайғамбар болғаны турасында ештеңе айтылмаған. Джахангир сахиб, осындай мәлімдемелермен келісесіз бе? Біріншіден, біз қасиетті Құранның көптеген саладағы керемет кітап екендігін есімізден шығармауымыз керек. Және сол салалардың бірі Құран бұрындары келген барлық елшілер мен пайғамбарларға сену керектігін мүміндерден талап ететін Құдайдан түскен жалғыз кітап екендігі. Бұл жайында Құранда жер бетінде ескертуші жіберілмеген бірде-бір халық жоқ деп анық айтылған. Сондықтан жер бетіндегі әрбір халыққа ғасырлар бойы өз араларынан ескертушілер, яғни елшілер мен пайғамбарлар жіберіліп отырған. Дегенмен индуистік қоғам олардың араларында пайғамбар болғандығына сенбейді делінеді сұрақта. Десе де, әлгіндегі айтқаным Үндістан жерінде де пайғамбар болғандығын растайды. Және біз бұған сенеміз. Мысалы, Тарихи Хамдан Дейлимидің Бабул Каф атты тарауында өте қызықты бір хадис бар. Онда ардақты Мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям былай дегені жазылған. Кана фил хинди набиян асвадал лауни исмуху кахина. Яғни ол Үндістанда Кахина есімді өңі қараторы пайғамбар болған деген. Бұл енді Канхая есімінің арабша дыбысталуы. Кахина, Канхая. Бұл Кришнаның есімдерінің бірі екендігі белгілі. Сондай-ақ үндіс бауырлар Кришнаны Кришна Канхая деп те атайды. Сонымен ол расында пайғамбар болған. Үндістан жеріне жіберілген Алланың ұлы пайғамбары. Оған Алланың сәлемі болсын. Оның ұлылығы соншалықты, тіпті ардақты Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол кісіні атап өткен. Бұл Кришнаның пайғамбар болғандығын көрсетеді. Алайда қазіргі үндістер оған Құдай ретінде табынып жүр. Ол тарихи тұлға және күмәнсіз Құдайдың пайғамбары болған. Егер сіз оның тәлімін зерттейтін болсаңыз, оның ішінде Құдайдың бір екендігі жайында, жақын адамдарға жақсылық жасау турасында және тағы сол секілді ілімдерді таба аласыз. Осындай тәлімдерді басқа пайғамбарлар да уағыз еткен. Сондықтан тіпті ардақты Мұхаммед пайғамбарымыз да саллаллаху алейхи ва саллям сол кісі жайында аз да болса айтып кеткендіктен, ендігіде бірде-бір мұсылман Кришна индуизмнің көп құдайларының бірі демеу керекті. Кришна исламда маңызды тұлға саналатын, кейін ізбасарлары оған табынып кеткен Иса Мәсіх секілді пайғамбар болған. Сондай-ақ сіз оқып кеткен сұрақта индуистік мифологияда Кришнаның қайтып келетіні жайында ештеңе айтылмаған делінеді. Мен айтар едім, бұл негізсіз мәлімдеме. Және бұндай мәлімдеме индуизмнің іліміне, оның киелі кітаптарына деген зор адасушылық деп. Бхагавад-гитаның 4-ші тарауы 7-8 аяттарында индуистердің сүйікті, тіпті ең сүйікті өлең шумақтары бар. Олар оны жиі қайталап оқып отырады. Негізінде ол шумақтар Кришнаның қайтадан келетінін көрсететін ұлы пайғамбарлық. Сол өлең шумақтарында былай делінген. Яда яда хи дхармасya гланир бхавати бхарата абhyutthanam dharmasya तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Бұның мағынасы Кришнаның өзі айтып кеткен өте мықты пайғамбарлық болып табылады. Ол айтады: "Ей Бхараттан ұрпағы, дін азып, имансыздық жайлаған кездерде мен өзім осы дүниеге түсемін. Ізгілерді құтқарып, залымдардың көзін жою үшін, сондай-ақ дхармалық діннің қағидаларын қалпына келтіру үшін мен осында юга-юга келіп тұрамын. Юга-юге әрбір мыңжылдық сайын дегенді білдіретін уақыт мерзімі. Міне Кришна жайында осылай айтылған. Индуистердің сенімі бойынша қазір біз Кали-югедеміз, яғни күнәһарлық пен имансыздыққа толы түнек заманында өмір сүрудеміз.
Сондықтан олар Кришнаның екінші рет келуін күтуде. Сол себепті бұл шынайы пайғамбарлық. Өделеген Мәсих алейхиссалам келіп, енді күтпей-ақ қойыңдар. Келу керек Кришна менмін деді. Бұрынғы пайғамбарлар қалай келсе, мен де сондай жолмен келдім. Өйткені Алла Тағала Құранда Алланың ісінде ешқашан өзгерісті таппайсың дейді. Бұрындары адамдар жер бетінде залымдық жасаған кезде Құдай Тағала оларға пайғамбарлар жіберіп отырған. Енді адамдар қайтадан баяғы қалыптарына түскендіктен Құдай Тағала сендерге ертеректе жіберілген елшімізге ұқсас пайғамбарды жібердік дейді. Бұдан Алланың ісі қазір де өзгермегендігін көреміз. Осының барлығы бір адамның бойында жүзеге асты. Және ол ислам арқылы бүкіл адамзатқа жіберілді. Өйткені ислам барлық адамзатқа арналған әмбебап дін. Сондықтан басында қойылған сұраққа таңданамын. Бхагават Гитаның беттерінде жазылғандай, үндістер иман келтіргендерді құтқарып, залымдардың көзін жойып, діннің принциптерін қалпына келтіретін бір тұлғаны күтуде. Ол барлық күтіліп отырған тұлғалардың атынан келуі тиіс. Бұны ары-қарата түсіндіріп жатудың қажеті жоқ секілді. Менің ойымша, жауап толыққанды берілді, және қойылған сұрақтағы мәлімдемелер тақырыпты толық түсінбей жасалғандығы байқалады. Шынымен де сіздің жауабыңыз исламның ақиқат дін екендігін растайды. Өйткені ислам бойынша ақыр заманда келетін адам исламдағы түрлі ағымдар мен фракцияларды ғана емес, бүкіл адамзатты ислам байрағының астына біріктіреді. Бір пайғамбар түрлі тұлғалардың атынан келе алады деген концепция исламға жат емес. Имам Бәкір, оған Алла разы болсын, айтқан екен. Имам Мағди келгенде, ол адамдарға, егер араларындағы біреулерін Ибраим мен Исмаилді көргілерін келсе, онда менен Ибраим мен Исмаилді көре аласыңдар. Егер араларындағы біреулерін Муса мен Иса нунға қарағыларын келсе, онда мен Муса және Иса нунмын. Егер араларындағы біреулерін Иса мен Шимонды қолдарымен ұстағыларын келсе, онда мен оларға Иса және Шимонмын. Ал егер араларындағы біреулерін Әзіреті Мұхаммед Мұстафаны көргілері келсе, саллаллаху алейхи уассалам, онда оған айтыңдар, мен Әзіреті Мұхаммедпін. Сондықтан бұл сұрақты ғұламалар өделеген Мәсіх Әзіреті Мырза Ғұлам Ахмедке дейін қарастырып қойған. Бұл концепция ол кісіге дейінгі жазбаларда бар.